Арамызда мен картоп жей алмаймын немесе маған картоп жеген ұнамайды дейтіндер бар дегенге сену өте қиын. Өйткені картоптан жасалатын кез келген тағам өте дәмді әрі тез дайындалатын болып келеді. Әсіресе картоптан жасалатын картоп қытырлықтарын, яғни чипсы, тағамдық құндылығының аздығына және зияндығына қарамастан сүйіп жейтіндердің қатары аз емес. Сәлем достар, сіздермен бірге тек қана пайдалы арнасы. Күнделікті өзіміз жейтін картоптың тамаша емдік қасиеттерін көп адам біле бермейді. Картопты қолдана отырып үй жағдайында біраз ауруды емдеуге болады. Бүгін сіздерге картоп жайлы және оның емдік қасиеттері жайлы біраз мәлімет ұсынатын боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, маңызды ақпаратты жіберіп алмаңыз. Картоп алқа тұқымдасына жататын көпжылдық дақыл. Картоптың 150-ге жуық түрі белгілі. Отаны оңтүстік және орталық Американың таулы аудандары. Бір жылдық дақылдық картоп негізінен екі түрге бөлінеді. Анд картобы Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия және Аргентинада өседі. Чили картобы климаты қолайлы елдерде өседі. Картоп Қазақстанға Еуропадан әкелінген. Республиканың барлық аймақтарында өсіріледі. Картоп жарық сүйгіш, ылғал сүйгіш, әсіресе гүлдеу және түйнек түзілу кезінде. Суыққа төзімді дақыл. Картоптың биіктігі 40-80 см, кейде 150 см-ге дейін жетеді. Бір түпте 3-6 сабақ болады. Гүлі ақ, қызғылт не көкшіл күлгін түсті. Жемісі 2 ұялы көп тұқымды. Жер астындағы өркен сабағының ұшы түйнекке айналады. Топырақ температурасы 5-8 градуста түйнек бүршік жара бастайды. Түйнектің түзілуіне ең қолайлы температура 10-13 градус, 20 градуста түйнек түзілу процесі тоқтайды. Ал 1-2 градус суықта жас өскіндері үсіп кетеді. Тұқымынан және түйнектен көбейеді. Картоп түйнегінде 23-7% құрғақ зат болады. Оның ішінде 17-5% крахмал, 0,5% қант, 1-2% белок, 1%-ға жуық минералды тұздар, С, В1, В2, В6, Р, К витаминдері бар. Сонымен қатар кальций, темір, магний, натрий және фосфор бар. Ал ең басым бөлігін 75% су құрайды. Картоп ең қолжетімді тауарлардың бірі болып табылады. Оны кез келген уақытта сатып алуға болады. Ешқандай арнайы шаралар керек емес, тек құрғақ жерде сақтау керек. Картоптың құрамындағы кальций және калий біздің ағзамызда ас тұзының зиянды әсерін бейтараптандырады. Өз кезегінде магний жүректі нығайтады. Оның арқасында біз кез келген күйзелісті бастан жақсы өткереміз. Сондықтан картопты күйзеліске бой беретін адамдардың қолдануына кеңес беріледі. Оның құрамындағы балластық зат асқазан ішек жолының жұмысына пайдалы әсер етеді. Фосфор біздің тістерімізге және қызыл иекке пайдалы. Сондай-ақ өсу процестеріне қатысады, сондықтан ол жас балаларға өте пайдалы. Темір иммунитетінің ұлғаюына әсер етіп, нашар көңіл күйді болдырмайды. Картоптың емдік қасиеттері. Қазіргі кезде жүкті әйелдермен қатар ер кісілер де көп мазалайтын варикоз ауруын емдеуде картопты қолдануға болады. Тамырлары ісіп тұрған орындарға күніне бірнеше рет картоп шырынын жағу қажет. Немесе картоптың шырынынан алынған таңғышты аяққа таңып қоюға болады. Бұл процедура кезінде картоптың шырынын ішуге көп пайда береді. Күйік болған жағдайда аршылған картопты үккіштен өткізіңіз. Үгітілген картопты дәкеге қойыңыз. Дәкені 3-4 рет бүктеңіз және тері зардап шеккен жерге бинттеңіз. 2 сағаттан соң қоспаны алып тастап, жаңасын қойыңыз. Қайнаған май немесе қайнаған суға күйіп қалған кезде күйген жерге картоп қойыңыз. Ауыр сынуы басылғанша 2-3 минут сайын картопты ауыстырыңыз. Картоптың арқасында күйген жерде жара қалмайды. Жара крахмалдың қорғаныс қабатымен қапталады. Жәндіктер шағып алса, шағып алған жерге картоп тілімдерін қойыңыз. Шаққаннан кейінгі қышу тез басылады.
Созылмалы тонзиллит. 1 стакан суда 1 ас қасық картоп гүлін қайнатыңыз. Бұл тұнбамен күніне 3 рет 10 күн тамағыңызды шайыңыз. 1 ай үзіліс жасап курсты қайталаңыз. Өкпе туберкулезі. Қабығымен қоса дайындалған картопты тұтыныңыз және шілдеден бастап ақпанға дейін картоп шырынын ішіңіз. Картопты үй жағдайында косметологиялық мақсатта да қолдануға болады. Картоптан бет терісін сергітетін, сонымен қатар нәрлендіріп, әжім басқан теріні тегістейтін маска жасауға болады. Ол үшін картопты турап, оған қаймақ қосып араластырыңыз. Маска дайын. Оны бетке жағып 20 минуттан кейін жуып тастаңыз. Осындай жасалуы оңай маскаларды қолдану арқылы сіз бет теріңізге күтім жасай аласыз. Әсері де өте жақсы. Картоп жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдарға да пайдалы. Картоптың артықшылықтары калий сияқты микроэлементтердің көп мөлшерінде оның жүрек жұмысына әсер етуіне байланысты. Сонымен қатар картопты пісірілген күйінде жеу ұсынылады. Өйткені оның құрамында калий көп сақталады және бұл қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Сонымен қатар картоптың пайдасы картоп шырынынан да табылған. Бұл денеде қабынуға қарсы процестерді белсендіретін күшті агент. Сонымен қатар көп ұзамай зерттеулер картоп шырынын қатерлі ісікпен күресуге пайдалы екенін көрсетті. Суық тиюді емдеу үшін ингаляция пісірілген картоптан ыстық бу үстінде қолданылады. Ол үшін картопты қабығымен қайнатыңыз, суды ағызып, будың үстімен дем алыңыз. Картоп шырыны храмдардағы шаштың өсуін емдеудің бірі ретінде қолданылады. Міне достар, картоптың пайдасын біліп алдық, енді зиянына кезек берсек. Картоптың зияны. Бұл сүйікті тамыр көкөніс қаншалықты пайдалы болса да, картоптың зияны да әсер етуі мүмкін. Картопты сақтау кезінде бірте-бірте оның терісінің астына салонин деген күшті улану жиналады. Бұл зат мысалы ұрықтың ақауларын тудыруы мүмкін. Ең күшті тератоген болып саналады. Сондықтан жүкті әйелдерге картопты өте сақтықпен жеуге кеңес беріледі. Оның үстіне қыста ұзақ сақталған кезде қабығының қабатын мүмкіндігінше қалың етіп тазалау ұсынылады. Қуырылған картопты, сондай-ақ чипсы дегендерді көп жемеуге тырысыңыз. Бұл өте жоғары калориялы тағамдар ғана емес, олар канцерогендермен қаныққан. Картоп құрамында крахмал көп болғандықтан йод ағзаға мүлде сіңбейді. Сондықтан қалқанша без ауыра бастайды. Аурулар осының негізінде дамиды. Крахмалдың өзі адам ағзасына сіңбейді. Егер организмде крахмалдың ассимиляциясына қажетті биологиялық белсенді заттар жеткіліксіз болса, онда ол жиналып, асқазанда ыдырап, бұзылулар тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, крахмал мен судың қосылуынан пайда болған глютен 12 елі ішек пен аш ішекті қаптайды. Бұл өз кезегінде дәрумендер мен минералдардың нашар сіңуіне әкеледі. Калория мөлшері жоғары, басқа көкөністерге қарағанда 2-3 есе жоғары. Өйткені картопта көмірсулар көп. Сондықтан артық салмаққа бейім адамдар картопқа тәуелділікті шектеуі керек. Достар, осымен бүгінгі пайдалы ақпаратты аяқтаймын. Егерде видео ұнаса, лайк басып, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыз.